Бүгін Абай облысына жұмыс сапарымен сауда және интеграция бірінші вице-министрі Арман Шаққалиев келді. Сапар барысында облыс тұрғындары мен бизнес қауымдастығының өкілдерімен кездесті. Ряд компетенций по контролю за рынками, то, что раньше не было. Кроме того, вводится компетенция, то, что вы говорите, российский дешевый заходит, просроченный и так далее. Мы вводим минимальный уровень цен на СЗПТ. То есть это, с одной стороны, способ борьбы с демпингом, но вопрос передвижных лабораторий, это приграничных, мы его сейчас вместе с Минсельхозом рассматриваем. Вице-министрдің айтуынша, үкімет тарапынан өндірушілерді қаржыландыру тетіктері өзгеруде. Сол өзгертулер арқылы қаражат тікелей кәсіпкерге түседі. Және олар шикізат пен өнімді төмен бағада сатып ала алады. Бұл азық-түлік бағаларының күрт өсуін болдырмауға көмектеседі. Нам надо, можно так сделать, но надо законодательно посмотреть. То есть продукт необходим для региона, где проводились испытания, условно говоря. Сонымен қатар, Абай облысындағы супермаркеттер және азық-түлік дүкендері мен әлеуметтік өнімдерге сауда үстемесін 10%-дан арттырмау бойынша 336 меморандумға қол қойылған. Бүгін Бородулиха ауданына Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Абай облысы бойынша департаментінің басшысы Әділбек Мұқашев жұмыс сапарымен барды. Бородулиха аудандық колледжін аралап, оқу үрдісімен танысып, студенттерге мемлекеттік қызмет саласы туралы дәріс оқыды. Сондай-ақ Әлихан Бөкейхан атындағы орта мектепте жоғары сынып оқушылар үшін мемлекеттік қызмет туралы ақпарат берді. Сапар барысында Әділбек Қайырбекұлы азаматтарды жеке сұрақтарымен қабылдау өткізді. Сонымен қатар департамент басшысы аудан орталығындағы бірнеше нысандар аралап, мемлекеттік қызмет көрсету сапасы туралы сұхбат өткізді. Сала бойынша сұрақтарға жауап беріп, пікір алмасты. Бүгін Жарма аудан әкімдігінің кезекті отырысы өтіп, бір қатар маңызды мәселелердің орындалу барысы талқыланды. Күн тәртібінде 2022 жылы жүргізілген жол жөндеу жұмыстары, республикалық және жергілікті бюджет қаражаттары мен трансферттердің игерілуі, аудандық маңызы бар автокөлік жолдарын қыс мезгіліне даярлау барысы, ауданның 2022 жылғы 9 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындылары, аудан көлемінде туберкулез аурушаңдығының алдын алу шаралары және 2023 жылдың бірінші жарты жылына мерзімді басылымдарға жазылу барысы туралы ақпараттар тыңдалды. Берілген есептер мен ақпараттарды талдай отырып, жауапты мекеме басшылары мен округ әкімдеріне үйлескен жұмысты қалыптастырып, жұмыс нәтижелілігін арттыру туралы нақты міндеттер жүктедім деп жазды Жарқынбек Байсабыров Инстаграм әлеуметтік желісінде. Абай гарнизонында ашық есік күні шарасы өтті деп хабарлайды Абай өңірлік гарнизонның баспасөз қызметі. Шығыс өңірлік қолбасшылығының 28-738 әскери бөлімінің базасында ашық есік күні ұйымдастырылды. Бұл шараға Семей қаласының жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттері қатысып, 200-ден астам студент отан қорғаушылардың тұрмыс тіршілігімен және әскери өмірімен таныса алды. Экскурсия барысында әскерилер балаларға әскери бөлімдердің заманауи қару-жарақтары мен техникаларын, арнайы жасақ сарбаздардың киімдерін, сондай-ақ радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс құралдарының үлгілерін көрсетті. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, экскурсиядан кейін көптеген жастары әскери қызметке қызығушылық танытып, өз өмірін отан қорғаушы мамандығымен байланыстыруға ниет білдірген.